Hello children, how is it going? Қайырлы күн балалар. Бүгін 112-ші беттің жалғасын өтетін боламыз. 113-ші бет. Exercise 7, read the table. How do you form the interrogative form of the present continuous? Яғни созылмалы осы жақта сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Бізде сұраулы сөйлем жасау үшін бастауыш пен to be етістігінің орны ауысады. Мысалға біз болым сөйлемде I am reading дейтін едік қой. Енді сол оқып жатыр ма? Мысалы, мен оқып жатырмын ба деген сұрау сөйлем жасау үшін am мен I мен am-нің орны ауысады да, сонда am I reading болады. Am I reading? Are we reading? Are you reading? деген секілді. Бірінші, демек, бізде to be етістігі тұратын болады. Содан кейін қысқаша жауаптар yes, I am, no, I am not. Яғни, сол сұрауға байланысты. Мысалға, are you teaching? Сен үйретіп жатырсың ба болса, енді саған сұрақ болғаннан кейін, қойғаннан кейін сенің жауабың yes, I am, немесе no, I am not. Егер біреуге, is he swimming, ол жүзіп жатыр ма деген болатын болса, демек оның жауабын yes, he is, no, he isn't деген секілді қысқаша жауаптармен жауап берсек болады балалар. Енді осы question form сұраулы сөйлемге байланысты жаттығуларды орындаймыз. Now let's exercise 8. 8 жаттығуда бізде балалар не берген? Сурет берілген, суреттің астында сөйлемдер берілген. Соны дұрыс сөйлем құрастырамыз, және де оған суретке қарай отырып, соның дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекеті ме, соған қарай отырып, жауабын жаңа қысқаша жауап береміз. Мысалға, екінші сөйлемді алайық. Are Bill and Tom making a snowman? Yes, they are. Деген секілді сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқаға қарай отырып, сөйлемдердің барлығын жазып алыңыздар. Жаңағы 7-ші жаттығуға осыны мысал ретінде практика жасау үшін бізге берілген тапсырма. Келесі exercise 9. Write the questions, use the present continuous, answer them about yourself. Бірінші сұрау сөйлем жасаймыз. Одан кейін оған өзіміз жауап беруіміз керек. Yes, he, yes, I am деген секілді, no, I am not деген секілді, солай өздеріңіз жауап берсеңіздер болады дейді. Мысалға сіздерге сұрау сөйлем жасайтын тек қана сөздерді берген, бөліп, сіздер дұрыс сөйлемнің құрылым ретіне қарай соны дұрыстап құруларыңыз керек балалар. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Балалар, егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнап жатырса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Егер қазір тіркеліп қойсаңыз, келесі жаңа сабақ қосылғанда сізге бірінші болып көрінетін болады. Next exercise 10. Read the theory, say the examples in your language. Present simple or present continuous. Балалар, енді біз осы шақ пен созылмалы осы шақтың екеуінің айырмашылығын анықтаймыз. We use the present simple for habits or routines. Яғни біз осы шақты күнделікті әдеттерімізді айтатын кезде, күнделікті біз қайталанатын іс-әрекеттер бар ғой, соларды айтатын кезде қолданамыз. Мысалға, біз күнде мектепке барамыз, күнде жуынамыз, күнде тамақтанамыз, осы кезде айтатын кезде present simple'ды қолданамыз. Ал we use the present continuous for actions happening now. Яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті айтатын кезде present continuous'ты қолданамыз. Мысалға, мен күнде кешкісін теледидар қараймын. I watch TV every evening. Күнде кешке теледидар қараймын. Ал мен дәл қазір теледидар қарап отырсам, I am watching TV right now. I am watching TV at the moment. Түсінікті ма екеуінің айырмашылығы? Түсінікті болса, келесі жаттығуларды орындаймыз. Exercise 11. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous. Яғни бізде мәтін берілген, мәтінде көп нүктенің қасында қарамен жазылған етістіктер берілген. Соны сөйлемнің мағынасына қарай, яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекет болса, present continuous'ты пайдаланып, ал жалпы әдетін айтқан кезде, жалпы күнделікті іс-әрекетін айтқан кезде сөйлем сондай мағынада болса, онда ол кезде осы шақ
present simple'ды қолданамыз балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, қарап жазып алсаңыздар болады. Exercise 12. What do you do and your family usually do in the evening? What are you and the members of your family doing now? Мысалы, күнде кешкісін әдетте сен және сенің отбасың немен айналысасыздар? Және де дәл қазір сіздің отбасыңыз немен айналысып жатыр? Осындай сөйлемдер жазыңыздар дейді, және оны сыныпқа айтыңыздар дейді. Мен сіздерге бір нұсқасын қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар да болады. Немесе өз нұсқаларыңызда осы шақты созылмалы осы шақты пайдалана отырып жазсаңыздар болады. Балалар, бүгінге сабақ бітті. Егер сабақ ұнаса, каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаймыз. Goodbye, children.